Тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Қай қаладан сағат нешеде көріп отырсыз? Жаза кетіңіз. Ұлыңды өсіргің келсе, алдымен өзіңді түзе. Бала айна секілді. Әке қандай болса, ұл да сондай болып өседі. Әкесі дөрекі сөйлесе, бала да сондай болмақ. Әкесі сабырлы болса, ұлының да жүрегі сабыр табады. Көп ата-ана ұлын түзегісі келеді, бірақ өз мінезіне қарамайды. Бір кісі бар еді, ұлын ұрсып, неге өтірік айтасың деп ұрып соғатын. Бірақ өзі үйге келгенде қоңырау шалса, мені үйде жоқпын деп әйеліне айтқызатын. Сол ұлы көріністі көріп, өсті де өтірік айтуды әдетке алдырды. Әке кейін түсінді, менің ұлымды емес, өзімді тәрбиелеуім керек екен. Ұлыңды түзегің келсе, алдымен өз мінезіңді жөнде. Бала сенің сөзіңді емес, ісіңді тыңдайды. Ұлыңа байлық емес, бақыт бер, өмір бойы азығып табады. Көп әке, балам аш қалмасын деп ақша жинайды, бірақ ақша біткенде ұлы қайда барарын білмей қалады. Ал бақыт алған бала әкесінің мүлкі болмаса да өмірін өзі құрады. Екі әке болды, бір ұлына дүние қалдырды, бірақ өмір сүруді үйретпеді. Екіншісі ұлына еңбек пен ақылдықты үйретті, бірақ артында байлық қалдырмады. Біріншісінің ұлы әкесінің байлығына бір-ақ жыл жеп тауысты. Екіншісінің ұлы еңбекпен өз байлығын жасады. Ұлыңа алтын емес, ақыл қалдыр. Ақыл таусылмайтын қазына. Ұлыңа айтқан сөзің емес, көрсеткен ісің қалады. Ата-ана күнде жақсы бол, әдепті бол дейді, бірақ өздері өзгеге дауыс көтеріп ұрыста ұлдың жүрегіне сол қалып қояды. Бала тыңдаудан бұрын көреді. Бір әке ұлын намазға шақырғысы келді. Намаз оқы деп айғайлай берді. Ол оқымады. Бір күні әке өз намазды уақытылы оқып, жұмсақ үнмен шақырды. Ұлы бір айдан кейін өзі намазға тұрды. Ұлыңа айтпай, көрсет, тәрбиелеген тәрбиеңе ең мықты сабақ. Ұл тәрбиесі, ел тәрбиесі. Бір ұлдың мінезі ертеңгі бір әулет, бір ауылдың бейнесі. Ер бала, түздің иесі, отбасының қорғаны. Ұлдың жүрегінде не ексең, елдің болашағына соны егіп жатырсың. Ертеде бір ауылда екі отбасының ұлдары өсіп жатты. Бірі адал еңбекке, бірі ұрлыққа үйренді. 20 жылдан кейін адал ұл ауылға қамқор болды, ал ұрлыққа үйренген ұл бүкіл ауылға зиян келтірді. Ұл тәрбиесі жеке отбасының емес, бүкіл ұлттың ісі. Ұлыңды құрметтесең, ол сені қартаюыңды жеңілдетеді. Ұл бала кішкентайынан мен сыйлайды деп сезінсе, жүрегі жұмсарады. Қорқытып өскен ұлдар жылу күтпе, құрмет көрген бала ғана құрмет қайтарады. Бір қария қартия келе ұлын шақырады. Неге мені тастап кеттің дейді. Ұлы, әке, бала кезімде сен мені де тыңдамадың деді. Қария түсінді. Бала жүрегінеексең, соны ұрасың. Құрмет көрген ұл қарттықта таяншы. Ұлдың құлағы әкенің үйінде жүрегі, ананың мейірімінде. Әке сөзін салмағы бар, ана мейірімнің жылуы бар, бірақ қатты болса, бірі жұмсақ. Ұлдың мінезі осы екеуін теңдігіне қалыптасады. Әкесі қатал, анасы да қатал болған ұл тас жүрек болып өсті. Басқа бір отбасында әке талапшыл, бірақ ана мейірімді, ұл мықты, бірақ жүрегі жұмсақ болып өсті. Әке үні де, ана мейірімін де тең ұста. Ұлдың шыртық етік берсең де, жаман сөз берме. Кедейлік балаға зиян емес, жаман сөз мәңгі жара. Ұлдың жүрегі сындырған сөзді ештеңе жазбайды. Бір бала әкесінің сенен түк шықпайды деген сөзін өмір бойы ұмытпады. Сол сөз оның сенімін өлтірді. Басқа бір бала сен мықты боласың деген сөзді өсіп өсті. Мен биікке жетті. Сөз тағдыр жасайды. Ұлыңа қанат бер, бірақ қайда қонуды үйрет. Балаға еркіндік беру керек, бірақ бақытсыз еркіндік құс. Қанаты бар, бірақ қонатын жер білмейтін құс, жорғалаған құс. Бір әке ұлын тым қатты ұстады, ол қашты. Екінші әке мүлдем бақыламады, ол жаман ортаға түсті. Ал үшінші әке ұлына еркіндік берді, бірақ қайда бару керек екенін
үйретті. Ол еркін, бірақ жауапты болып өсті. Қанат бер, бірақ бақытсыз қалдырма. Ұлыңды қорқытып емес, құрметтеп тәрбиеле. Ол ертең қорғаның болады. Қорқып өскен ол әкесін емес, одан қашуды ойлайды. Құрмет көрген ол әкесінен қорғауды ойлайды. Екі әке болды, бірі ұлын ұрып соқты, тәрбиеледі. Екіншісі құрметпен, сабырмен өсірді. Қартайғанда біріншісі жалғыз қалды, екіншісі ұлын қолынан ұстап бақты. Құрмет, мықты көпір, қорғаныш биік тауы. Дауылдың ар жағында ешкім қалмайды. Ұлдың алды ұстаз, арты әке. Ұл бала алдымен ұстаздан білім алады, бірақ әкеден мінез алады. Әке дұрыс болмаса, ұстаздың сөзі де жетпейді. Бір бала мектепте үздік оқыды, бірақ үйде әкесінен ұрыс пен дөрекілік көрді. Ер жеткенде білім болды, бірақ мінезі нашар болды. Әкенің үлгісі ұстаздың еңбегі басып кетті. Ұстаз білім береді, әке өмір сыйлайды. Ұлыңды жастайынан адам құрметтеуге үйрет, ол сені де өзіңді де қорлайды. Егер бала кішкентайынан үлкенді сыйлауды білмесе, ертең ешкімді сыйламайды. Сыйламай өскен бала әкесін де қадірлемейді. Бір бала кішкентайынан бәрін дөрекі сөйлеп өсті. Әкесі бала ғой деп мән бермеді. Есейгенде ұлының сөзі мен жұртқа тіл тигізгенін көріп, әке өкініп қалды. Құрмет балаға ең алғашқы сабақ. Ұлдың алдама, сенің сенімің оның жүрегінде тұрады. Балаға бір рет жалған айтсаң, сенімін сындырасың. Сенімсіз бала дүниеге сенбейтін бала. Әкесі ұлына ертең алып берем деп уәде етті, орындамады. Сол ұл кейін ешкімге сенбей өсті. Кішкентай уәде үлкен тағдыр жасайды. Ұлың айтқан сөзің болашағыңды сенімнің іргетасы. Ұлыңа еңбек етуді үйрет, ертеңіне ешкімге жалынбайды. Еңбекке үйренген бала ертең өз нанын өзі табады. Еңбекке үйретпеген әке ұлын әлсіз етіп өсіреді. Бір әке ұлын аяймын деп ештеңеге жұмсамай өсірді. Өмір келгенде ұлы қиналды. Ал көрші әке ұлын еңбектендіріп өсірді. Ол ешкімге мұқтаж болмады. Еңбек ұлдың болашағына жазылған қорған. Ұлыңа дұға ет, сенен кейін оны қорғайтын тек сол. Әке қолын тірі кезде ғана жетеді. Әкенің дұғасы ұлдың өмір бойғы серігі. Ертең бір әке ұлын сапарға шығарып салып тұрып, саған қорған болатын ештеңем жоқ, тек дұғам бар деді. Сол ұл өмір бойы аман жүрді. Ұлыңа дұға ету ең үлкен сый. Ұлыңды мықты қыл, бірақ жүрегін қатайтпа. Кей ата-ана ұлын мықты болсын деп сезімін өлтіреді. Мықты ұл қатал емес, жүрегі тірі ұл. Бір әке ұлын жылатпау үшін үнемі еркек жыламайды деді. Сол ұл сезімін жасырып өсті, ешкіммен сырласпайтын болды. Жүрегі жұмсақ ер нағыз мықты. Ұлыңа шындықты айт, өмірде сүрінбей өтеді. Балаға өмірді бояп көрсетпе, шындықты ерте білген ұл қиындыққа дайын болады. Әке ұлын қиындықтан қорғап өсті. Басқа әке ұлын өмірдің шындығынан үйретті. Бірінші ұлы өмірге түскен сынды, екіншісі төтеп берді. Шындық ұлдың өмірлік қаруы. Ұлыңа мейірім көрсет, ол да өзгеге мейірім шашады. Әкенің мейірімін көрген ұл жүрегін жылы адам болады. Мейірім көрмеген ұлдың жүрегі өмір қатырады. Бір ұл кішкентайынан әкесінен мейірім көрмей өсті. Есейгенде ешкім жылылық бере алмады. Ал екінші ұл әкесінің бір жылы құшағын ұмытпай бүкіл өмірге мейірім тартты. Мейірім ұлдың жанын тірі ұстайтын жарық. Ұлыңмен сырлас, ол сені жатсынбайды. Ұлмен арадағы ең мықты көпір сырласу. Әкемен сырласқан бала бөтенге сыр айтпайды. Бір бала құпиясын достарына айтып жүрді, өйткені әкесімен сөйлесе алмады. Ал екінші бала әкесіне бәрін айтты, сондықтан жаман ортаға бармады. Әке ұлдың ең жақсы досы бола білу керек. Ұлыңды тыңда, оның жүрегіндегі дауыс сенімен сөйлеп тұр. Көп әке баласын тек ұрсады, тыңдамайды, ал ұлды тыңдау оның жанын тану. Бір бала әке мен шаршадым дегенде әкесі мән бермеді. Сол ұлдың жан дауысы естілмей кетті. Ал басқа әке тыңдады, ұлын құтқарды. Балаңды тыңдау, оның болашағын сақтау. Ұлыңды жақсы көретініңді айт, ол соны естіп өсу керек.
Көп әке сүйіспеншілігін көрсетпейді, бірақ бала мені жақсы көреді дегенді естіп өсу керек. Бір әке ұлын қатты жақсы көрді, бірақ айтпады, ұлы әкем мені жақсы көрмейді деп өсті. Басқа әке күнде сені жақсы көремін деді. Ұлдың жүрегі мықты болып өсті. Сүйіспеншілік іште емес, сөзде де, істе де көрсет.